Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Бүгінгі видеода НПФ-тан берілетін зейнетақы мөлшерін есептеу туралы айтатын боламын. Бізде Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар. Ол ынтымақты зейнетақы, базалық зейнетақы және НПФ-тан берілетін төлемдер болып 3-ке бөлінеді. Ынтымақты зейнетақы мен базалық зейнетақы мемлекеттік бюджеттен беріледі. Жыл сайын көтеріліп отырады және өмірін соңына дейін төленетін зейнетақы болып табылады. Ал НПФ-тан берілетін зейнетақы мөлшері бұл сіздің НПФ-тағы жинақталған суммаңызға байланысты бөліп береді немесе бірден береді. Яғни НПФ-тағы сумма біткенге дейін. НПФ-тағы ақшаны қашан береді? НПФ-тағы ақша қайдан пайда болады? Біз жұмыс істейміз, жұмыс істеген кезде бізге зейнетақы аударымдарын жасап отырады. Осы зейнетақы аударымдарының барлығы осы НПФ-қа түседі. Яғни сізге стаж үшін қажет болады, сонымен қатар 36 айлық табысты көрсету үшін қажет болады. Және де НПФ-тағы сумма сізге инвестициялық табыс алып келетін болады. Сол себепті зейнетақы аударымдарын жасау өте тиімді болып табылады. Ал енді сіз зейнетке шыққаннан кейін осы сумманы бөліп аласыз немесе бірден алатын боласыз. Яғни үшінші зейнетақы түрін ретінде. Қай кезде бірден беріледі, есептеп көрсетейін. НПФ-тан берілетін төлемдерді есептеп көрейік. Бізде зейнетақы қорында қанша ақша бар екендігін біз НПФ сайтынан көрсек болады, немесе ЕГОВ-тан көрсек болады. Ол жақта сумма с НПФ с инвестиционным доходом деп жазылып тұрады. Сол сумманы білген жағдайда сіздер НПФ-тан берілетін төлемдерді есептей аласыздар. Мысал ретінде бір кісіде 1 500 000 теңге бар делік. Осы 1 500 000 теңгенің 6,5% есептеу керек. Бұл НПФ-тің коэффициенті. Яғни ол 97 500 теңгені құрайды. Осы 97 500 теңгені біз 12 айға бөлеміз. Сонда 8125 теңгені құрайтын болады. Ал енді НПФ-тан берілетін сумманың мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-дан кем болмауы қажет. Яғни 23 жылы зейнетке шығатын кісілер үшін бұл сумма 40 567 теңгенің пайызын құрайды. Ол 28 397 теңге. Сол себепті сіздер 28 397 теңгеден кем болса, дәл осы 70%-ық көлемдегі НПФ-тан берілетін төлемдер алатын боласыздар. Біздің жағдайда бізде 6,5% 8125 теңгені құрайды. Сол себепті біз 28 397 теңге көлемінде, яғни 70%-ық ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі төлемдерді алатын боламыз. НПФ-тағы сумма біткенге дейін. Ал енді қай кезде НПФ-тағы сумманы бірден береді? Осы туралы Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінде заң бар. Сол заңды мен сіздерге қалдырып кетемін ссылкасын. Сол жақтан сіздер толығымен таныссаңыздар болады. Яғни ол жақта былай делінген. Заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаса, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы жинақтарының сомасы бір рет төленеді. Яғни 2023 жылы минималды зейнетақы мөлшері 53 076 теңгені құрайды. Осы 53 076 теңгені біз 12 айға көбейтеміз. Сонда 636 912 теңге шығады. Егер де сіздер зейнетке шығатын жылы, яғни 2023 жылы, осы суммадан кем болған жағдайда, сіздер НПФ-тағы сумманы бірден алатын боласыздар. Ал егер де бұл суммадан жоғары болса, онда сізге выплата с НПФ ретінде бөліп беретін болады. Яғни суммасы біткенге дейін. Ал бұл сумма қай кезде беріледі? Сіз зейнетке шығасыздар, бір айдан кейін берілетін болады. Ал енді НПФ-тағы 50%-ді қай кезде алуға болады? Бұл сумманы алу үшін белгілі бір көрсеткіштер бар. Яғни ол ынтымақты және базалық зейнетақының мөлшерін қосады. Сол мөлшері жаңағы сіздің 36 айлық табысынан 40%-дан кем болса ғана сіз алуға мүмкіндігіңіз болады. Ал енді мысал ретінде есептеп көрейік.
NPF-тан 50%-ын шешу. Мысал ретінде бір нақты клиентті алдым мен. Менің клиентім ынтымақты зейнетақы мөлшері 50.758 теңгені құрайды. Базалық зейнетақы мөлшері 30.020 теңгені құрайды. Осы екі зейнетақы мөлшерін қосқан кезде 80.778 теңге болып тұр. Ал енді бізге 36 айлық табыстың орташа мөлшері қажет. Яғни біз білеміз, зейнетке шыққан кезде біз 36 айлық табыстың мөлшерін білуіміз қажет. Сол көрсеткіш тікелей сіздің зейнетақы мөлшерін анықтайды. Біз сол көрсеткіш білген жағдайда соның орташа мөлшерін, яғни сол сумманы 36-ға бөлген кезде орташа мөлшері шығады. Бұл кісіде 189.750 теңге құрайды. Осы 189.750 теңге 40%-ын есептеп көру керек. Яғни 189.750 теңгенің 40%-ы 75.900 теңге болып тұр. Бұл сумма біздің мемлекеттен алатын зейнетақы мөлшерінен кем болғандықтан біз NPF-тағы 50%-ын шешуге мүмкіндігіміз бар. Міне, тура осылай сіздер өздеріңіз NPF-тан 50%-ын қай кезде шешуге болады, қалай есептеу қажеттігін білетін боласыздар. Тура осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, мен каналыма тіркеліңіздер, немесе консультация алыңыздар. Мен WhatsApp номерін қалдырып кетем. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.